Сәлем достар, біз бүгін әр құрамы 12 қасықтан тұратын пирог әзірлейтін боламыз. Ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Оның үстіне қантымызды қосып, әппақ болып көпіргенше миксермен араластыратын боламыз. Үстіне май қосамыз. Енді біз 12 қасық сүтімізді қосып, миксермен араластыратын боламыз. Ұнымыз бен қопсытқышымызды қосып, електен бөле отыра өткіземіз. Мен 3-ке бөліп қостым. Әр бөлігін қосқан сайын миксерлеп отырыңыздар. Енді майланған табамызға қоспамызды салып, 180 градуста қызып тұрған пешімізге жібереміз. Піскен піспегенін ағаш таяқша арқылы тексеріп алыңыздар. Мінекей, әр құрамы 12 қасықтан дайындалатын пирогымыз дайын болды. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдырып, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Видеоны қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Айзока.